Банан дәмді жеміс қана емес, сондай-ақ қоректік заттардың көзі. Ол калийге, дәрумендерге және жасұнықтарға өте бай. Бірақ кез келген өнім секілді, бананды да көп жеудің өз артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Егер күнде банан жесе, не болады? Баршаңызға сәлем, 1001 кеңес арнасында кезекті пайдалы кеңес. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Күнде банан жеудің артықшылықтары төмендегідей. Ағзаны қоректік заттармен байытады. Бананның құрамында С және В6 дәрумендері, калий, магний, жасұнық бар. Мысалы, калий жүрек және жүйке жүйесі саулығы үшін өте қажет. Банан энергия сыйлайды. Бананның құрамында ағзаға энергия беретін көмірсулар бар. Оның құрамында сондай-ақ серотонин деңгейін арттыратын триптофан амин қышқылы бар. Сондықтан ол көңіл күйді жақсартуға көмектеседі. Банан асқазан жұмысын жақсартады. Банандағы жасұнық ас қорытуды реттеуге және іш қатудың алдын алуға көмектеседі. Алайда бананға да қарсы көрсетілімдер бар. Мынандай жағдайларда бананды күнде және көп жеуге болмайды. Қант диабеті. Әсіресе піскен бананда сахароза мен глюкоза көп. Оны қандағы қант деңгейін бақылап жүруге мәжбүр адамдарға, мысалы қант диабетімен қиналатын адамдарға көп жеуге болмайды. Семіздік. Құрамындағы көп мөлшердегі қант үшін бұл жемістің калориясы өте жоғары. Егер емдік диета ұстап жүрген болсаңыз, осыны ескеру қажет. Варикоз. Банан несеп айдағыш әсерге ие. Жоғары зәр бөліну қанның қоюлануына әкелуі мүмкін. Ол өз кезегінде тромбоз қаупін арттырады. Аллергия. Кей адамдардың бананға аллергиясы болуы мүмкін. Күнде банан жеуге бола ма? Денсаулығында проблема жоқ адамдардың өзіне бананды бақылаусыз жей беруге болмайды. Себебі оның құрамында крахмал мен фруктоза көп. Метаболизмі жақсы және дене пішіні арықтау келген сау адамдарға бананды күнде жеуге болады. Бірақ олар да күніне 2 бананнан артық жемегені дұрыс. Ал артық салмағы бар немесе денсаулығында проблемасы бар адамдарға бананды жиі жеу зиян келтіруі мүмкін. Орташа есеппен бананды аптасына 2-3 рет жеу жеткілікті. Бүгінгі пайдалы ақпаратым кәдеңізге жарасын.